Назарбаев университетінде шағын және орта бизнестің топ менеджментін оқыту тренингтік бағдарламасының түлектеріне сертификаттарды табыстау рәсімі өткізілді. Қазақстан Республикасының өңірлік даму министрлігінің кәсіпкерлікті дамыту комитетінің тапсырысы бойынша өткізілген бағдарлама бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасының бір бөлігі болып табылады. Қазақстанның барлық аймақтарынан келген 420 кәсіпкер 8 айлық бағдарламаның түлегі атанды. Бағдарлама негізінде 3 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Негізгі бағыты бұл шағын және орта бизнестің топ менеджерлерін оқыту. Ол дегеніміз енді мына бизнестің өзін жүргізіп жатқан мекемелердің басшыларын оқытамыз. Назарбаев университеті білім беру тренингісін корпоративтік бағдарламаларды ұсыну бойынша әлемде бірінші орын алатын Duke Corporate Education университетімен бірге әзірледі. Бағдарлама Қазақстанда кәсіпкерлердің мүддесін қанағаттандыру үшін жасалған және 2011 жылдан бастап 3-ші жыл өткізіліп келеді. Осы уақыт аралығында біз 800-ге тарта тыңдарманды оқыттық. Қатысушылар Executive Education бағдарламасын табысты тәмамдаған үшін арнайы сертификаттарға ие болады. Қатысушылар табысты бизнесті жүргізу тәжірибесімен және капиталды тарту әдістерімен танысты. Бағдарлама курсы бойынша қазақстандық мамандардың қатысуымен онлайн семинарлар ұйымдастырылып, бизнес модельдердің негізін зерттеушілер үшін күндізгі тренингтер өткізілді. Білім беру бағдарламасының соңында тыңдаушылар өздерінің табысты бизнес жоспарларын қорғады. Бағдарлама жеңімпаздары арнайы диплом және сыйлықтармен марапатталды. Алматыда тұңғыш президент қорының студенттік шәкіртақы байқауының жеңімпаздары марапатталды. Бұл байқауға еліміздегі жоғарғы және орта оқу орындарының оқу үлгерімі жоғары, қоғамдық істерге белсенді араласқан студенттері және шығармашылық байқаулар мен олимпиада жеңімпаздары қатысады. Биылғы додаға еліміздің 30 университетінен 400 үміткер ұсынылған. Олардың арасынан 80 оқу үздігі іріктелді. Бұған дейін тек 30 студент атаулы шәкіртақы алып келсе, енді 80 студентке берілді. Мен әншімін. Осы жобаға қатысқаныма өте қуаныштымын. Бұрын көп жұмыс істедім. Оқу және тағы басқа байқауларға қатыстым. Бұның маңызы зор, өйткені ол жаңа жетістіктерге, жаңа мақсаттарға жетелей береді студенттерді. Өскемендік оқушылар енді қыстың қақаған аязында да білім бағдарламасынан қалмайтын болды. Күн райына байланысты сабаққа келе алмаған шәкірттеріне мұғалімдер әлеуметтік желі арқылы тапсырма беріп, олардың білімін қадағалайтын болады. Жобаны жүзеге асыру үшін қаладағы 30-дан астам мектептің әрбіріне 15 миллион теңге шамасында қаражат бөлінген. Білім ошақтарында бірнеше сыныптар жобаға сәйкес жабдықталған. Енді мұғалімдерде оқушыларды әлеуметтік желі арқылы тапсырма алып, оны орындау туралы сұрақтарды жан-жақты пысықтауда. Электронды оқыту жүйесі барлық жастағы оқушылар үшін қолданылады. Бұл жаңалыққа әсіресе мұғалімдер аса қуанышты. Өйткені қыс қанша қатты болса да, жыл соңында балалардың тиісті сынып бағдарламасын толық меңгеріп шығуы ең бірінші талап. Өткен жылдары қатты аязды күндер өте көп болды. Сондықтан оқушылар сабаққа келе алмай, біз талай бағдарламадан қалып қойдық. Оны қуып жету үшін қосымша сабақтарды көбейтіп, өзімізге де оқушыларға да салмақ салдық. Енді мінекей осы қыста әрбір оқушыға жеке дара тапсырма беруге мүмкіндік бар. Елордамызда жас ұлан балалар мен жасөспірімдер республикалық қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған «Тілші болғым келеді» республикалық балалар медиа форумы өтті. Қазақстанның барлық аймағынан медиа форумға жиналған алғыр әрі жас қатысушылар аңсаған армандарына бір табан жақындағандай болды. Олар бүгінгі күнгі журналистиканың қазанында қайнап жүрген тілшілермен кездесіп, аға буын журналистердің әрбір сөзін бар ынталармен тыңдап, көптеген көкейдегі сауалдарын қою мүмкіндігіне ие болды. Бұл форум нақты қазір керек уақытта ұйымдастырылған дейміз. Бұл жерде тек қана балалар өздерімен ғана пікір алысып жатқан жоқ, мамандармен, яғни тілшілермен, журналистика саласында қызмет атқарып отырған мамандармен. Телеарна тақырыбындағы шеберлік сабақтарын тележүргізушілер Рахат Жақсыбай мен Камел Галиевтер жүргізді. Олар өздерінің журналистика әлеміне, өнердегі алғашқы қадамдары мен өзге де телеарна өміріне қатысты дүниелер жайын баяндады. Оңтүстік Қазақстан облысында білім мен ғылым қоғамына батыл қадаммен деген тақырыптағы байқаудың жеңімпаздары анықталды. Байқау жас ғалымдардың инновациялық бағыттағы зерттеулеріне қолдау білдіру үшін ұйымдастырылып отыр.
Жобаға барлық аудандардан студенттер, магистранттар мен жас ғалымдар қатысты. Жоба аясында экономика, ауыл шаруашылығы, химия, физика, жеңіл және тағам өнеркәсібі, IT технологиялар салалары бойынша барлығы 58 жоба қатысып, сараптау комиссиясына ұсынылды. Оның ішінен 25 жоба іріктеліп, әр сала бойынша ең үздік 6 инновациялық жоба анықталды. Байқаудың жеңімпаздары ғылыми ізденістерін іске асыруға және дамытуға арналған 750 мың теңге грант алып, арнайы дипломмен марапатталды. Экономика саласы бойынша жас ғалым Дінмұхамед Жақыпбековтің мақта өңдеуді дамыту мен жетілдірудің жолдары туралы жобасы ауыл шаруашылығы саласы бойынша. Шыңғыс Абылғазиевтің жер асты ыстық сулар арқылы жылыжайды тегін жылыту жобасы жеңіл және тағам өнеркәсібі бойынша ізденуші. Сымбат Расулдың Бәйдібек ауданында өсірілген күнбағыс қалдықтарын өңдеу жобасы үздік деп танылды. Егер зерттеулерге сүйенсек, 2009-2012 жылдар арасында тоқыма кластеріне, яғни тоқыма өнімдерін импорттау қарқындап өсуде, ал экспорты болса қарқындап төмендеуде. Кеден одағына кіруімізге байланысты, болашақтағы дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге байланысты, жергілікті жердегі осындай тоқыма кластерін дамыту үшін қажетті іс-шараларды қазіргі уақытта атқармайтын болсақ, болашақта оның дамыту қиынға соғады деп ойлаймын. Бұл гранттар олардың өздерінің арнайы патенттерін алуға, өздерінің жобаларын одан әрі іске асыруға қолданылатын болады. Бұл жоба жылда дәстүрлі түрде өткізуге жоспарлап отырмыз. Сонымен қатарында бұл бүгінгі жеңімпаздарымызды республика көлемінде өткізілетін осындай инновациялық жобаларға қатыстыру ұсынылып отыр. Айналмалы сүйір жел генераторы енді жай ғана қиял емес. Жаңа құрылғы өзінің аға буыннан ерекше. Біріншіден ол үнсіз жұмыс жасайды. Және бұл жел генераторының жұмысы үшін қаладағы секундына 3-5 метр жылдамдықтағы желдің өзі жеткілікті. Өзінің сүйірпішінің арқасында жел тар жолға түсу арқылы өзінің жылдамдығын арттырады. Бұл құрылғының айналу жиілігін арттырып, генератордың тиімділігін асырады. Осындай баламалы қуат көзі күн батареяларына қарағанда энергияны түнде де алуға мүмкіндік береді. Демек, осы жүйе кез келген апаттық жағдайда қолдануға арналған қуат көзі ретінде қарастырылған абзал. Генераторды ықшамды формасының арқасында ешқандай діңгексіз, арнайы құрылғысыз-ақ үй немесе гараждың шатырына орналастыруға ыңғайлы. Құрылғының қуаттылығы 878 ваттқа тең. Бұл генераторды нағыз апатты жағдайға керекті жарақ екенін көрсетеді. Студент атану әр адамның өміріндегі маңызды оқиға. Сакен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті жылдағы үрдіспен бірінші курс студенттерін студенттер қатарына қабылдау рәсімін Қазақстан орталық концерт залында атап өтті. Шара барысында университет ректоры профессор Ақылбек Күрішбаев сөз алып студенттерді құттықтады. Бүгінде Қазақ агротехникалық университеті әлемнің ең мықты алдыңғы орындағы 800 университеттер қатарында. Тәуелсіздік жылдарына салыстыратын болсақ, біздің университетте студенттердің саны 2 есеге көбейді. Қазіргі таңда университетте 11 мыңнан астам студент білімін алып жатыр. Біз ауыл шаруашылық саласында, техникалық салалардағы білім беретін алдыңғы қатарлы университет болып есептелеміз. Айтулы шараға университетінің бұрынғы түлектері де қатысты. Мерекелік кеште бірінші курс студенттеріне білім кілті табысталып, шығармашылық ұжымның дайындаған шоу бағдарламаларымен жалғасты. Біздің патриоттық студенттері осы Қазақстанның болашағын, жаңағы атын, даңқын шығарамыз деп, көптеген өзіміздің үлесімізді мемлекетке, қазіргі таңда университетке өзіміздің үлесіміз қосудамыз. Енді келесі күнде біз өзіміздің болашағымыз Қазақстанның жалынды жастары болып шығамыз деген үміттеміз.